Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз реттегіш клапанның жұмысы, оның түрлері. Реттеуші клапан реттеуші құбыр арматурасының конструктивті түрлерінің бірі. Бұл үздіксіз аналогты және ағым мен қысымдарды дискретті реттеу үшін реттеуші арматураның ең көп қолданылатын түрі. Басқару клапандары осы тапсырманы орындау арқылы орта шығынын өзгерту арқылы жүзеге асырылады. Реттеуші клапан В арматура корпусынан, Ф арматураның құбырға жалғауға арналған фланец, сыртқа ортаға қатысты арматураның герметикаландырылғанын қамтамасыз ететін, П тығыздау торабы, С плунжер мен ерекше тұратын жапқышқа механикаландырылған немесе қол жетегінен үдемелі күш беретін арматураның штогы, Т плунжер оның профилі мен арматураны реттеу сипаттамасын анықтайды. П арматураның түбі. Плунжердің тығыз жабық күйде қонуын қамтамасыз ететін элемент. Реттеуіштің түрлері жасушалық, золотникті және мембраналық болып бөлінеді. Жасушалық деп отырғанымыз арматураның қолданылған кезде құбырдағы қысымды бақылау және реттеу радиалды перфорациясы бар қуыс цилиндр тәрізді болтқа байланысты болады. Золотникті деп отырғанымыз тасымалданатын заттардың параметрлерін реттеу белгілі бір бұрышқа бұрылатын катушкалардың көмегімен жүзеге асырылады. Клапанды бекіту құрылғысын басқару көп күш жұмысты қажет етпейді. Өйткені тасымалданатын сұйық және газ тәрізді заттар клапанның құлыптау механизмін жылытқанда ешқандай қарсылық көрсетпейді. Үшінші түрі мембраналық. Осы типтегі арматурадағы құбырдың көлденең қимасы серпімді резеңкеден немесе фторпласттан жасалынған мембрананың көмегімен жүргізіледі. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.